Ассалаумағалейкум мен құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін түскі уақыт. Енді көптің сұрағы бойынша видео түсіріп жатыр. Бүгін видео үндеу дейін ба. Енді көп сұрап отыр. Брат, тауық қашан асырайсың? Инстаграмнан, тиктоктан, ватсаптан жазып жатыр. Нөмірім барлар болып тұр ғой. Брат, сен қарап жүр ғой, постоянно ютубтан да жазып жатыр. Видео қашан саласыз, тауықта қашан аласыз, денсаулығыңыз қалай деп. Аллаға шүкір, денсаулығым жақсы болып қалдым десем де болады. Алла бұйырса тауықты ас ұстаймыз енді, Алла қаласа. Тиктоктан 10 мың подписчикке жеткеннен кейін тауық жайлап ұстаймыз. Так, мында бізде қазір көгершіндер бар тек қана. Бүгін мысық кіріп құстарым жейіп кетті. Бір шамасы соңына астына тас қалап есеп қойғам, қазып. Атыраудан құстар келді, басында зеленкасы барлар. Андай нелер бар, құстар келді. Мына чубатилар келді. 2 чубати парымен және бір балапанымен. Оны мына көшім брат берді. Құстар. Осы бізде пока хобби. Алла берсе тауықтар келеді. Ең бірінші менде 10 мың оқырманға жеткеннен кейін Алла берсе жайлап алып келем ғой. Оған мына ескі үйдің де шаруасы бітеді деген ойдамын. Өткенде өзім ауру жүргеннен кейін мынаны бұзуға не болған жоқ. Біреулер бұзып аламыз деді. Онымен қалды. Бүгін өзім кірісіп жатырмын, ішін қопарып бұзып жайлап жинастырып жатырмын. Бірінші қазір ағаштарын алып отырмын. Мына ағаштарын бастап жатырмын. Тауықтың балапандарын су ішетіні, жемдері, тоғызатын жем, витаминдері бәрі бар ғой. Мұнда тұр жемдері. Мінекей. Жемдері мұнда тұр старт, ростар, полный опилкасы тұр. Ана көздеріне очки, лампылары барлығы бар. Барлығын жинастырып Алла бұйыртса бір жерге алып қоям. Енді осы ескі үй бұзылса, Алла бұйыртса бір шағын кішкентай бір қора салып алам ғой. Тауық ұстауға. Көреміз, дакан ұстаймыз ба, светлый брам ұстаймыз ба. Анда 50-60 тауық ұстамайым. Бір өзіме 20 шақты бір тауық ұстаймын, хобби ретінде, бір азын чоғын. Кішкентай қорада, мынадай. Айтпесе менде мына үлкен қора болды, мына менде нен қора болды ғой. Енді 5-6 почтені мен балапандар шығардым. Мына светті қостым, пушка қостым, свет бәрлігін қостым ғой. Не бар, қосатын көр жылтат. Бәрін қостым ғой. Сонда маған бір айға 50 мың светке 50 мың шығып тұр ғой бір айға. Бір айға көп жағып жібергенмін ғой. 50 мың шығып кеткен ғой. Тауықты сатқанның өзінде минусқа кіріп жатыр ғой біздер дейтін. Сол, Алла қаласа. Бұйыртса, енді ұстаймыз тауықты. Манадай айтып тұрғанымдай, сол азын-шоғын тауық ұстаймын. Для себе ұстағанда да көреміз, енді бизнес ретінде де ұстаймыз. Алла қаласа, бірақ енді біз 50-60 дүз сияқты тауық ұстамаймыз. Бір 20 шақты тауық ұстаймыз. Ұстасақты бір пород ұстаймыз. Дакан ұстаймыз. Светлый брамы, австралоп, сосын тағы да бір жаңадан тауықтар шығып жатыр ғой. Сондай тауықтардың енді чисті бір пород ұстаймыз, или 2 пород ұстаймыз, болды, сол 20-дан аспайды. Сол енді Алла бұйыртса. Өзім енді қызығып тұрғаным, даканға қызығып тұр. Мен бірінші очередь 5 тауық бір әтеш ұстасам да, дакан енді нормально бір Шымкентте, Алматы жақта ұстап жатыр ғой. 600 мың дейді біреулері, 400 мың. Бізге ондай емес, енді бізге шамалы бір 150 мың айналасындағы дакандар жарайды. Хобби ретінде ұстауға. Для себе. Сол, Алла бұйыртса достар. Сол үшін барлығымыз жабылып тиктокта 10 мыңға жеткізбейік. Мен де сіздермен қайта көріскеніме қуаныштымын. Алла бұйыртса тағы да жақсы видеолар, контенттер шығарып отырам. Жеке өмірімді де сүріп отырам. Қораның да темасын түсіріп отырам. Алла қаласа. Бұйыртса. Осы бізде шаруақ дейді, тауық қонбағаны жинақ болып тұр. Балықтар өліп бір кептіріп жатыр балық. Осылардың барлығын тазарту керек болып тұр. Мына қоқыстардың барлығын. Уже жаз, уже көктемнің басталған 3-ші ай басталып отыр ғой. 2 ай бітіп кетті уже. Бұның бәрі шығып тастайтын уақыт болды, бұзып тастайтын. Енді Алла бұйыртса, бірінші денсаулық керек қой, барлығымыз денсаулығымызды жақсартып, жақсы күш қуатымызды жинап алдық. Енді бұйыртса бастаймыз осының барлығын. Алла бұйыртса, Алла деп бірінші ішін бұзып жатырмын. Қазір ішіндегі барлығын шығарып тастағаннан кейін төбесін ашамыз, жайлап. И сосын топырақтан сүріп бұздыртамыз. Короче, тек каркасын қалдырамыз. Каркасын трактордың өзі мен жаққа, короче,
погрузчиктердің өздері бұзып тастайды ғой ары оған дейін біздер жайлап осыны бұзамыз енді өзім постоянно 5 күндік жұмыстамын 6 күн кейде 5 күн кейде 6 күн жұмыстамын сол жұмыстан келіп жайлап бұза беремін ғой алла қаласа сіздер тек қана лайк басып комменттер жазып арнама тіркеліп отырыңыздар все келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.